Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Адамзат тарихында сұлулық талғамы бірнеше рет өзгерді деуге болады. Мысалға бірде қастардың мүлдем болмауы, немесе үлкен париктер сән болған болса, қазіргі жағдайда мұндайды елестету қиын. Алайда кейбір тайпаларда бұрындары әдемі деп саналған сұлулық түрлері бүгінгі таңда да бар. Бүгінгі видеомызда біз сіздер үшін әлемдегі ерекше сұлулық түрлерін жинақтауға тырыстық. Ендеше олармен жақынырақ танысайық. Томоко. Қазіргі таңда татуировкамен ешкімді таң қалдыра алмайсыз. Әсіресе тату салондарында істелінгендермен. Алайда Томоко бұл Жаңа Зеландияның Мадри тайпасының көнеден келе жатқан бетке, денеге салатын татуировкасы. 1769 жылы Джеймс Кук Томоко жайлы жазғанда бұған сөзсіз таңғалғанын білдірген болады. Алғашында Томоконы салу үшін арбатрус сүйегінен жасалынған арнайы құрал-саймандар арқылы теріні тесіп, арасына керекті затты салып отырған. Әрине, бұл қиыншылықсыз болмаған. Алайда 19 ғасырдың соңына қарай сурет салу үшін арнайы инелер қолданыла бастады. Бұл өз кезегінде теріге келетін зақымдарды азайтты. Қазіргі кезде Мадри тайпасы бетке тату салу үшін арнайы құрылғыларды істетеді. Сонда да кей мадрилықтар ескі тәсілді қолданғанды жөн санайды. Ұзартылған мойын. Таиланд пенен Мьянмада тұратын Карен тайпасының басқалар секілді өз ерекшелігі бар. Сіз бұндай көріністі әлемнің басқа жерінде мүлдем көрмейсіз. Жергілікті әйелдер жезден жасалған шеңберді мойнына тағып жүру арқылы ерекшеленіп тұрады. Бұл шеңберді қыздар алғаш 5 жастан бастап таға бастайды. Жыл өткен сайын тағы шеңбер қосып, ұзарта бастайды. Жездің салмағы ауырлап, ақырын кеуде сүйегін қыса бастайды. Бұдан мойын ұзармайды, алайда нығыздалған омыртқаның есебінен осындай көрініс пайда болады. Бұрыннан келе жатқан бұл салт-дәстүрді қай кезден басталғанын айту мүмкін емес. Кей адамдар айтып жүргендей, әйелдер шеңберді шешсе қиналып өліп кетуі мүмкін деген сөздер өтірік. Әрине, бұндай шеңберде жүру мойын бұлшық еттерін әлсіретуі мүмкін. Алайда шеңберді тағып жүргеніне бірнеше ондаған жылдар болса да, санаулы күндерде адам өз қалпына қайта келеді. Бұндай жағдайлар арнайы зерттеулерде дәлелденген. Қазіргі таңда көптеген Карен қыздары шеңберді тағудан бас тартуда. Алайда кей ауылды жерлерге барсаңыз, мойнына шеңбер таққан сұлуларды көруге болады. Теріні ағарту. Кей елдерде теріні қарайту салондарының танымалдылығы соншалықты, одан туындайтын тері ауруларының көптігі оларды тоқтатпайды. Ал Азия елдерінде ise көптеген теріні ағарту заттары жиі қолданылады. Қазіргі ағарту кремдері, лазерлер пайда болмай тұрып, адамдар жүздерін киіммен, немесе арнайы жасалған шляпалармен күннен қорғауға тырысқан. Неге дейсіз бе? Әрине, әдемі болу үшін. Неге екі түрлі деп жатқан шығарсыз? Бұндай ерекшелікті түсіндіру оңай. Батыс елдерінде күнге кию адамның жақсы ақша табатындығы соншалықты жылы жерге барып, демалып қайту мүмкіншілігі бар екендігін білдірген. Ал Азия елдерінде ise күнге күйген адам ұзақ уақыт бойы ауыр жұмыс істегені, ал ағарған тері ауқатты адам екендігін білдірген. Ол кездер өтіп кеткен болса да, қазірде күнге күйген адамға ол ауылдық немесе қара жұмыс істеп жүрген адам ретінде қарау қалып қойған. Және де шығыстың кей елдерінде қартаюдың алғашқы белгілері терідегі әжімдер емес, пайда болып жатқан қарадақтар деп санайды. Демек, сіздің теріңізде қарадақтар көбейіп бара жатса, онда қартайып жатсыз деген сөз. Ерінге арналған табақшы. Персинг көпшілігімізге таныс сән түрі болғанымен, ерекше безендіру деп ерінге қойылған табақшыны айтуға болады. Лайдан немесе ағаштан жасалған үлкен табақшыларды ерінің арасында жасалған шеңберге қояды. Бұл қазіргі кезде адамдар құлақтарын тесіп, қойып жүрген домалақ пластик секілді. Бұндай сән түрлерін Африканың кей тайпаларынан көруге болады. Және де барынша үлкен табақшыларды орнату үшін алдыңғы 2 тісін, кейде 4 тісін алып тастаған адамдарды да көруге болады. Негізінен еріндеріне табақшыларды қою ересектер қатарына қосылуымен байланысты болған. Алдындары 13 жасқа толған ұл қыздар еріндеріне табақшалар қою шарт болса, қазіргі кезде таңдаулары өз еріктеріне берілген. Қаласа қойдырады.